Эфирде жаңалықтар. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, бүгін шілденің 18-і микрофон алдында Мұхаммед. Осыған орай Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің философия және ертең бұйырса папаның 60 жылдық мерейтой. Соған енді бір көлік сыйласам жақсы бір. Болады ғой. Бірақ досым, қазір бұндай машиналар қымбат тұрады ғой. Ақшаны қайдан аласың? Ақшаны сол анау көпір бар ғой. Салмастан көп. Содан бір-екі тіреуін шамалы үнемдейміз. Сонымен шұғылдан сен. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Yes, байқамай сөздеріңді естіп қалдым. Жұмыстан ғой жаңа. Маған ондай сыйлықтың қажеті жоқ. Ой, папа, ол бір-екі тіреу, бір-екі шегеде тұрған ештеңе жоқ. Барымыз ғой, жасаймыз, алып береміз. Бір-екі тіреуде, бір-екі шегеде тұрған ештеңе жоқ де. Жасаймыз. Балам, сендерге бір мысал айтып берейін. Баяғы заманда бір ханның ат бекісі атын тағалап жатып, ой, осы бір шегеде тұрған не бар дейсің деп, бір шегеде тұрған не бар деп, бір шегені тағаға қақпай, жымқырып, қалтасына салып алыпты. Ал сол атпен хабар алып, шауып келе жатқан сәтте сүрініп ат құлап, хабар уақытысында жетпеген ел жау қолында қалса керек. Міне көрдің бе? Bir şekilde тұрған не бар дейсің. Bir шеге мұқым елдің көз жасына қалды. Сондықтан елге қызмет еткен екенсіңдер, ел аманатына қиянат жасамаңдар. Жарай ма? Ал егер әкеңді қуантам десең, әкеңе сыйлық жасап ақ батасын алам десең, адал жүріп анық бас. Еңбегің кетпес далаға дейді. Жарай ма? Түсінікті ма бәріңе? Жақсы. Түсінсеңдер сол. Жүрейік.